Бақ қызы және ақыл ертегісі. Ертеде бір жетім бала жан бағу үшін жер жыртып жүрсе, бақ, қызыр және ақыл үшеуі қасына келіп қалады. Еңбекқорлығын көріп, ей қызыр, дейді бақ пен ақыл, адал еңбекпен шұғылданып жүрген мына балаға дарышы, дейді. Қызыр балаға ықылас аударып дариды. Солақ екен, баланың егін еккен атызы қып-қызыл малта тастарға толып кетеді. Ал бала болса бұл кереметті түсіне алмай, егінімді тас басып кетті деп қатты қайғырады. Тасты тазалап, егінін тазалап, әбден мысық ашады, қақырығы түтеп өзегі толады. Сол кезде баланың қасына түйелер шұбырған керуен келіп тоқтайды. Соларға барып, бірдеме сұрап жеп өзегімді жалғайын деп ойлаған бала, керуеншілердің иттерінен қорғану үшін екі қолына екі қызыл тас ұстайды. Жақындай бергенде иттері үре-үре тұра ұмтылады. Бала қолындағы тастарын лақтырып қалған кезде тастың біреуі керуен басының алдына барып түседі. Ол алып қараса қып-қызыл сап алтын екен. Иттен тыныштандырып баланың қасына барып, балам, мына тасты қайдан алдың деп сұрайды. Егінімді осындай қызыл тас басып кетті, дейді бала келіп. Сонда керуен басы, ол тастарды мен қызметшілеріме тергізіп, егініңді тазалап берейін, дейді. Содан баланы ертіп алып, қызметшілерімен егістіктегі алтынды теріп алады. Бұл баланың бір қасиеті бар-ау деп ойлаған керуен басы баланы өзінің керуеніне қосып алады да жолға шығып кетеді. Ай жүреді, апта жүреді, дала кесіп тау асады, дариялар кешіп, теңіздерден өтеді. Содан бір қалаға жетеді. Қалаға жау тиген екен. Патша керуен басына жауға қарсы шығатын әскер бер деп бұйырады. Егер әскер бермесең, керуеніңді қала үстінен өткізбеймін, дейді. Керуен басы ойланады да, алтынның қадірін білмеген осы ақымақты бере салайын деп, баланы әскерлікке патшаға береді, өзі әрі қарай жүріп кете береді. Патша жинаған әскерлерін соғысқа аттандырады. Сол маңға келіп қалған қызыр мен ақыл патша әскерінің ішінен баланы байқап қалады. Ей, бұл байқұс алтынынан айырылып қалған ғой, дейді ойланып. Содан соң баққа бұрылып, ей бақ, бұл әлгі жетім бала ғой, сол сорлыға көңіл бөлші, дейді. Бақ көзін балаға аударып, қадала қарап тұрады. Қырғын соғыста бала бәйтерекке шығып, жасырынбақ болады да ағашқа жармаса кетеді. Ағашты құшақтай алғанда, ағаш тамырымен қопарылып, жапырағы жалбырап, баланың басын бүркеніш болып қалады. Көтеріп қараса, салмағы білінбей, қаңбақтай жеңіл екен. Сонда ағашты көтерген бойы бала жауға тұра ұмтылады. Мұны көрген жау әскерлері тым-тырақай қаша жөнеледі. Баланың қайратына разы болған патшаның көңілі тасып, қорғанышым бол деп балаға өзінің қызын қосады. Патшаның қызы күндей сұлу болғанымен қолына түк келмейтін салақ екен. Қанша айтса да миына қонбайды. Тіпті мен патшаның қызымын деп баланы басынғысы келеді екен. Бұған ызаланған бала шапалақпен жағынан тартып жібереді. Ерте өскен қыз жылап әкесіне арыз айтады. Мені қорлап ұрып соқты. Сіздің патшалық сүйегіңізге дақ түсірді, дейді. Бұл оқиғаның жай-жапсарына көңіл бөлмей аптыққан патша жендеттеріне дереу баланың басын алыңдар деп бұйырады. Бұл жайдан хабардар болған бақ, қызыр және ақыл балаға жандар ашиды. Бақ пен қызыр енді ақылға қолға салады. Біз екеуміздің мейірім шапағатымыз бұл балаға себебін тигізбеді. Енді сен назар салып, қолдап көрші, дейді. Ақыл балаға
ықыласпен көз салып, басына ой түсіреді, миына сана мен ақыл қосады. Баланың санасы оянып, нақ өлімге мойын сұнбайды. Бір амалын табармын деп нақты шара іздеп тұрады. Содан датын айтып, бала енесіне барады. Ене, дат дейді бала. Не датың бар, айт дейді енесі. Қызымыз беті қолын жумай тамақ ішеді. Сатпақ болып жүреді. Бұл қылығы мәртебелі патша атам мен сіздің бетіңізге шіркеу емес пе? Сол үшін тілімді алмаған соң таза жүрсін, ұқсын деп шапалақпен тартып жіберіп едім дейді. Енесі кінә қызынан екенін мойындайды да патшаға қал жағдайды ұқтыртады. Баланы ажалдан арашалап қалады. Халықтың қызардарып басыңа бақ қонғанымен, ақылың болмаса мандырмайсың деген сөзі осыдан қалған екен.